Реализация жасаймыз. Через Инстаграм. Номер телефон, яғни өзіңіз атыңыз, логиніңіз бен паролін. Енді кірем, пароль логин қойғасын. Код безопасности қаз келеді. Электронды почта. Мұнда да сіз электронды поштаны жазасыз. Енді ары қарай міне ашылды. Добавить новый блок. Басасыз. Не, компьютерде жасалғандай барлығы бірдей ұқсайды. Текстовый блок жазамыз мына жерде. Әртүрлі міне тезірек көрсетейін. Түсті барлығы бар. Маркермен де таңдауға болады, өзіңіз фирменный бір түсіңіз болса. Соны сохранить едік. Тағы да добавить новый блок. Разделитель мне. Маленький, большой отступ мне. Средний отступ қояйық мне. Средний отступ. Қайтадан новый блок. Вопросы, ответы. Мне мұнда бір сұрақ, мұнда жауап. Осылай мне. Сосын мұнда барлығы. Мне аватар қайтадан қойға болады. Мне үлкен аватар болады. Большой размер. Очень большой размер дейді. Скрыть имя болады мне. Осындай мне. Әртүрлі осындай нелерді өзгерту жазып, компьютер мен телефондағы версияда барлық ұқсайды екен. Енді мына жерден кіріп, осы 3 нүктеге сол жақта мне 3 сызық бар, соған басып, настройкаға кіресіз. Мұнда дизайнның градиенты, стандартный тем, мен градиенттерге кірдім. Маған ұнайды. Осыны выбрать тему болды. Мен өзгерттім. Енді осыны копиялайым да. Өзім сайтыма, өзім Инстаграм парақшама, адрес ссылкаға қоямын. Болды, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бұл бесплатный тариф.